алфавитіне сәйкес, әрбіріне сәйкес өзіне бір-біріне жақсы қарсыласыңыз келеді. Әли бастасын. Мұхаммед Әли. әрқашан Өзіне әрбіріне байланысты. мен ба? Бұл Қандайсың? білімді. Білімдісің, инабат. Ақылда. Мен де данам деп ойлаймын. Дұрыс. Рахмет, отағандар. Қане балалар, өздеріңіз тоқтығын мүші, мына жерге Сания ана ойындар. Әңгіміз Қане балалар, біз бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, алдыңызға сабақтарымызды еске түсіріп, бұл өткен сабақ бойынша үй тапсырмасын тексеріп аламыз. Қане балалар, болса, келесі үй тапсырмасын тексеріп алайық. Үй тапсырмасын. Қане балалар, өзінің осы үй тапсырмасын тексерген кім ортаға шығып өзінің білімін тексеріп келеді. Дай мәселе отырып. Басына шәт. Қандай орналастырасың? Кез келген неден бастап өзіңді ящиктарға қоясың. Ящиктарға қоялым. Уақыт қалмайын, тез екеніміз болар. Құрылымдық бөліктер саны. Ол немесе? Ақыл саны көрсетеді. Индекс дейді. Сегіз сұрақтың төртеуіне жауап бердім. Қателік жібермейміз енді.
Başla dur. Kalp nesi? Salıştırmalı moleküler massa diyeceğim. Sastırmalı kullanmaz. Kalay bildiğin yerde, kalay bildiğin yerde. Akşam. Evet, yazabilir. Ha, çek. Yazabilir. Жарайды. Келесін неправильно. Келіс болып кетті, жарайды. Үйде оқушылық екіншісін көре ғой. Заттың бір бөлімі. Sastırmalı kullanmaz. İmeği yazabilir. Я, мой донитель, девушки, 40 лет. Ondan değil, al elini düşünüyor. Kim işletiyoruz ya? Bak. Arasından yedi sallayacağız. Siz diyeceğiniz. İyi. Arif beni ya, ama Benim. Hangi kameraydı? Fiber miydi? Bugün bak. Dur. Jarayt babalarımızdan kelesini deyip, bundan yetiştirip koyacağız. Jarayt, iş o kaşık işte. Bundan mı olur? Bundan Ой. No. Болды, рахмет балалар. Келесі. Қарайсыңдар балалар. Қане балалар, біз бүгін жаңа сабақта бастамас болу. Біз өткен сабақтағы нелерді еске түсірейік балалар. Біріншіден есептің шарты, химиялық реакция теңдеуін қарастыруымыз керек екен. Химиялық реакция теңдеу бойынша есептей білуіміз керек және жауабын жаза білуіміз керек. Тәртіп кітабымызды ашамыз балалар. Бүгінгі айтымды қоясыңдар. Бүгінгі сабақтың тақырыбын жазыңдар. Химиялық реакция теңдеу бойынша есептер шығады. Дәптерімізді ашамыз. Тақырыпты жазыңдар бүгінгі сабақтың тақырыбын. Химиялық реакция теңдеулері бойынша жазыңдар. Hani жазалар, қаламыздан жазалар. Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептер шығады. Жаздық па тақырыпта? Қане балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты химиялық реакция теңдеулері бойынша заттың массасын есептеп білуіміз керек.
Ama sonuçtan балалар biz bugün topluluktan жұмыс жасаймыз және жекеленген жұмыстар жасаймыз. Біздегі бүгінгі негізгі құндылықтарымыз сабаққа жауапкершілікпен әділдік қажет екен, келесі. Ең балалар есімізге салайық. Химиялық есептеу бойынша есеп шығару бойынша қандай алгоритмді қолдануымыз керек? Біріншіден, есептің шартын мұқият танысамыз, оқимыз, яғни мәтінді тыңдарман келесі есеп шартымен таңбаларын таңбастырамыз, яғни есептің белгілерін жазамыз. Үшінші, реакция теңдеулерін жазамыз, реакцияны теңестіреміз міндетті түрде және есеп шартында айтылған заттардың астын сызамыз. Берілген заттарды үстіне жазамыз мәлімет бойынша, табатын заттарымыз не болады балалар? Әрбір табатын затымыздың астына үстіне сұрақ белгісін қою арқылы біз есебімізді шығарамыз. Ең соңында қайтеміз, есепті пропорциямен де шығаруға болады, формуламен де шығаруға болады. Тыңдарма соңында міндетті түрде жауабы жазылады. Олай болса балалар, алгоритмге енді мені тыңдайық балалар. Бір рет тыңдаймыз, көп уақыт албайды бұл негізі. Сосын мен есеп шығаруды бастаймыз, жарай ма? Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер жүргізу үшін көп қолданылатын шамаларды есімізге түсіреміз. Тармен алынатын өнімдердің мольдық қатынастарын білдіретін коэффициенттерді дұрыс қою қажет. Зат массасының сақталу заңына сәйкес реакцияға қатысқан заттардың массасы түзілген заттардың массасына тең болады. Сондықтан химиялық теңдеу бойынша әрекеттесуші заттар мен өнімдердің молекулаларының санын, зат мөлшерін, заттардың массаларын, молекулалардың жалпы санын және бөлшектердің санын анықтауға болады. Химиялық реакция теңдеулері бойынша сандық есептерді шығарудың белгілі бір реті бар. Оған бірнеше мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал, массасы 224 грамм темір артық мөлшердегі хлормен әрекеттескенде түзілетін темір үшвалентті хлоридінің массасын есептеңдер. Есептің шартын құрамыз. Темірдің массасы берілген 224 грамм және темір үшвалентті хлоридінің массасын табу керек. Зат мөлшерінің масса мен малярлық массаға қатысты формуласын қолданамыз. Темірдің жай зат екенін ескерсек, оның мольдық массасы салыстырмалы атомдық массасына тең болады. Енді табылған мәндерді қолданып, зат мөлшерін есептейміз. Есептің шартында айтылған заттардың формулаларын пайдаланып, реакцияның химиялық теңдеуін жазамыз және теңестіреміз. Реактивтер мен өнімдерден бізге қажетті заттарды анықтап, олардың формулаларының астына теңдеу бойынша зат мөлшерін жазамыз. Осы заттардың формулаларының үстіне есептің шартында берілген белгілі темірдің 4 молін және сұралған темір үшвалентті хлоридіне белгісіз X моль жазамыз. Енді берілген мәндер бойынша пропорция құрып, оны шешеміз. Зат мөлшерінің табылған мәнін пайдаланып, массаны есептейміз. Заттың массасы формула бойынша зат мөлшері мен мольдық массының. Алтын шығарғанда баланың есепті, кездерде берілгені бірінші, екінші, үшінші топтың есебі бұдан берілген қазір. Үшінші топтың есебі. Шығарғанда екен. Бала біріншісіндегі алгоритмді пайдаланып отырасыңдар да, заттың кейін массасын және мөлшерін есептейсіңдер. Бірінші топ, бірінші есепті, екінші топ, екінші есепті, үшінші топ, үшінші есепті шығарамыз. Ал сендер қайтесіңдер. Шығарғанда. Алгоритмді сақтаймыз, балалар есеп шығару алгоритмін алып. Қай топ бірінші білез, балалар қане белгілеріміз береміз, есебін талқылаймыз, иә?
Болды birinchi to'p, ikkinchi to'p bitti. Ikkinchi to'p. Qani, bolalar vaqt saqlaymiz. Üçüncü to'p bitti. Qani, birinchi to'p o'ynama. Bo'ldi. Al qani bolalar, har to'p uchun tez-tez o'z eseplerini qolgan joyini bilib qani. Tezlik kalan kelimiz al qani. Her to'p o'z eseplerini bilib ortaga chiqib qolmaydi. Birinchi bitgan. Ikkinchi to'p. Bolalar vaqtni tezlaymiz. Vaqtni unutmaymiz. Мысалы 250 грамм көмір жанғанда бөлінген көмір қышқылының көлемі және мөлшерін есептейміз. Есеп берілгені көмір 250 грамм. Qaraymiz bolalar, tыңдаймыз. Және біз одан кейін жаңағы көмірдің жанған бөлінген көмір қышқылының көлемі және де мөлшерін анықтауымыз керек. Бірінші алгоритм бойынша шешім ойлаймыз. 250 грамм Yani birinci fidakasında birinci tengel hocam. теңестіреміз. Tengelerin dolu. Кейін салыстырмалы молекулалық массасын таптық. Одан кейін Bölüngen altında duruz balalar. пропорция құрып жауабын анықтадық. Ha bu esepte neyle çıkaralar bilir balalar. Esepte bu esepte hani verilgen sindirgen formula çıkaralar bilir. Hani bana formula çıkarıp kurmuş takılar. Formula çıkarıp kurmuş formula. Kölem. Zaten ölçerim. Qanday yemeğini anlatacağım ölçerim. Sindir proporsiyonu çıkarıpsınlar dereceyi formulanın en soğuksun. Ölçerim ya. яғни бізде заттың мөлшері 250 Yok olan vaxtlandayız hani balalar. Sayısınız qanday formulanın en proporsiyonu çıkarsın. Kölemden qalay çıkarıp olayız kölemden. Hani kölem degendeni kölem bölüngen molduk kölem. Buna kölem sizlerge berildi. Molduk kölem nechega teng bo'ladi? Jaraydi, bu formulani de chiqarib olaman. Jaraydi, o'tiraman. Rahmat. Kelesi, uchinchi to'p. Qani, uchinchi to'p. Biz bu есепті шарты бойынша Берілген берілген Zаттың мөлшері берілген. заттың мөлшері тең болады 5 мол. Бізге табу керек массасы және бөлшектер саны. Түзілген заты, иә? Иә. Шешу бойынша біз пропорцияны жаздық. Мысалы 2 моль 106 грамм, 306 грамм, 5 моль X грамм. Ал пропорциядан шыққансан 765 грамм болады. Келесі бөлшектер санын табу үшін 2 моль 12 бүтін Неге 12-ні жүзден 46 деп жазыңдар? Себебі не? Моль? пропорциядан шыққансан Формула бойынша ең соңғы нені қалай жазар едің? Заттың мөлшерін. Яғни несін? Молекула саны қалай анықтайсың? Заттың мөлшері белгілі. Молекула саны қалай анықтар едің? Молекула саны, иә, қалай анықтар едің? Мынаған қарама қарсы қандай формула бар еді? Молекула саны. Болды, рахмет. Осы формуламен де ең соңғы нені анықтауға болады. Үшінші топ, қане? кальций ауада жанғанда түзетін кальций отының массасы мен мөлшерін табуға есеп берді. Біз бірінші теңдеуді теңестіріп молекулалық массаны шығарамыз. Одан пропорция құрып есептің жауабын шығарамыз. Я негізі есептердің жауаптары шығып тұр екен. Рахмет, маған осы мөлшері арқылы заттың массасын қалай анықтайтын формуланы жаза қойыңдар.
өздеріңді де осындай дайын формуламен де ескертуге болады екен. Келесі қадам балалар бізде кім жылдам деп аталады. Мен сендерге әрқайсыңа есеп таратып беремін. Осы қағаздың өзіне шығарасыңдар. Бұл жекеленген жұмыс. Әр бала өзі бетімен шығарады есепті. Келісіз ба балалар? Көп уақыт алмайды. Бұл есепке 5 минутқа да уақыт беріледі. 5 минуттан кейін балалар жинауларыңыз керек. Қағаздың өзіне шығарамыз балалар, қағаздың өзіне алгоритмді сақтаймыз. Алгоритмді сақтап шығарамыз. Қағазға аты жөндерін жазып отырсаңдар болды, керек ме? Қағазға аты жөндерін жазыңдар. Келесі оқулықтардың аша ойында балалар 60 еді. Оқулықтардың 60 бетін ашыңдар. 60 бетіндегі бұл тапсырмасындағы есептерді орын шығарамыз балалар. Бұл тапсырмасындағы. Қане балалар, мен сендерге 3-ші есепті шығаруға тақтаға шарт беремін. Алыңдар балалар. Біріншіде есептің шартын оқиық. Қалай екен есептің шарты? Қалыпты жағдайда бір күн мыңнан грамм бөлінген литр болатын газдың полярдық массасы қанша дейді. Ал қайындар балалар, бізге берілгені не берілді бізге? Тығыздығы. Газдың тығыздығы берілді. Тығыздықты қандай етпен берілді? Берілгені. Бірінші газдың тығыздығы берілген. Тығыздығы бұл арқылы газ. Біз білмейміз қандай газ екенімізге. Бір күні 3.309 грамм бөлінген литр дейді. Нені қайтып бізге балалар? Малярлық массасын табылады. Малярлық массасы, газдың малярлық массасын табылады. Қандай жағдайдағы есеп? Есеп қандай жағдайда? Қалыпты жағдайда. Олай болса, кез келген қалыпты жағдайдағы газдардың көлемі нешеге тең балалар? Газдардың көлемі. Дұрыс, малярлық көлем немесе бұл 22,4 грамм бөлінген мольға тең. Енді балалар, физикадан естеріне түсіріңіз. Физикадан заттың массасын табу үшін бізде дайын тұрған топтық көлемі не істеуіміз керек? Олай болса, массасы не болады? 1,309 грамм көбейтілген грамм не болады бізде? Грамм
жиырма тоғыз грамм бөлінген мой дейді. Бұл газдың массасы 29 грамм бөлінген. Бұл қандай газ? Бұл не балалар? Массасы 29-ға тең болатын не зат еді? Ауа. Не балалар? Газ бізде ауа екен. Болды балалар, келесі есепте өз беттерінен шығаратындар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші топ. Бірінші есепте бірінші топ шығарады, екінші есепте екінші топ, үшінші есепте үшінші топ шығарады. Ал иә, осы қатарға төртінші есепте біз бірінші топ, бірінші есепті шығаратындар, екінші топ, екінші есепті, төртінші топ, төртінші есепті шығаратындар. Дәптерге шығарамыз балалар, дәптерлеріне. Сынып жұмыс дәптерлеріне шығарады. Массасы берген қанетін. Балалар қажетімен көмек қажет болса, қолдарын көтеріп көмек сұрауға болады. Былай негізі қысым есептеріне шығарауында. Шығарып болған бала қол көтереміз, жарай ма? Калькуляторларды пайдалануға болады. Калькуляторларын не есеп шығару? Кім болды? Қол көтереміз балалар. Түсінбей отырғандарың болса, сұрақтар болса сұрауға болады. Берген жаса. Неге грамм масса беріп тұр, сондықтан масса деп жазамыз. Табу керек не? Бұның қандай тұрмыз? Нені көргенімізді? Түнегі нені көргенімізді жазамыз. Уақыт күнделігіміз олар, уақытқа бағынамыз.
Қане балалар, кім болды? Қане назымыз? Болды, мына топ, екі бала шығарды мына топтың. Сендердің топтар. Сендердің назым нешінші сен? Бірінші. Жарайды балалар, болды онда бүгінге жеткілікті балалар. Келесі. Ал балалар, бүгінгі сабақтан. Ал қане балалар, өздеріңді бағалап көріңдер. Бір-бірден шығып тез бағалай түсіңдер. Бір-бірін өздеріңді қалай бақылар едіңдер. Перизат, Айланым, бәрінің үстіне Жұлдызай. Бүгінгі сабақтан өздеріңнің алған әсерлеріңді жазыңдар. Түсіндіңдер ма, түсінбедіңдер ма? Бүгінгі сабақ сендерге қалай болды? Ауыр болды ма, жеңіл болды ма? Қосымша сендерге не қажет бар, емес бар, барлығын жазыңдар. Жай ма? Қосымша сендерге сабақтан бар ма? Жазалыңдар. Проверили полностью.
жумурка